Қайырлы күн, құрметті оқырман. Биыл 2020 жылы ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл толды. Ғұлама ғалымның айтулы датасына орай Николай Островский атындағы орталық қалалық кітапханасының оқу залында жыл бойына «Ұлы дала елі, мәңгілік ел» атаулы кітап көрмесі ұйымдастырылып, оқырмандар назарына ұсынылып отыр. Философия, логика, математика, тіл білімі, әдебиет теориясы сынды ғылым салалары бойынша қыруар көп еңбектер жазып, келешек ұрпаққа өшпес із қалдырған тұлға жайлы баяндайтын кітап көрме 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім отырардан шыққан ойшыл деп аталады. Бұл бөлімдегі топтастырылып қойылған кітаптар мен мерзімді басылым беттеріне тоқтала кетсек, Әл-Фараби тағылымы деген атаумен Жалын Республикалық әдеби көркем және әлеуметтік журналының 2020 жылғы 2 нөмірінде берілген Бекжан Бейсенбайдың мақаласын баяндар болсақ, мақала авторы ұлы данышпан бабамыздың үлкен дәрежеге қол жеткізіп, ғылым шыңына көтерілгеніне себепші отырардың ұлы кітапханасынан білім алғаны деген дәлелдер келтіреді. Кітап көрменің екінші бөлімі «Туған жері мен білімі» деп аталады. Аталмыш бөлімде ұлтымыздың ғана емес, адамзат баласының мақтанышына айналған дара перзенттерді оқырмандарға таныстыруға, тұлғалардың болмысын толық ашуға арналған 2011 жылдың 17 нөміріндегі Республикалық танымдық аңыз адам журналында Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Узлақ ибн Тархан әл-Фарабидің жас кезінен зерек, алғыр, білімқұмар, дарынды бала болып өсіп, терең білімді азамат болып қалыптасқаны, оның өмірбаяны мен қызметі жүйелі әрі әсерлі баяндалады. Данышпан бабамыздың философиялық трактаттарын өз мұрагерлерімен неғұрлым толыққанды таныстыру мақсатында Әбу Насыр әл-Фараби таңдамалы трактаттары атты Алматы қаласы Арыс баспасынан 2009 жылы жарық көрген еңбегі философтың ұлы мұрасы деген атаумен берілген 3 бөлімде оқырмандар назарына ұсынылып отыр. Әйгілі Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған әл-Фарабидің терең пайымдау жасап, көрегендік пен ой тұжырымдарын айтпаған ғылымының саласы кемде-кем. Оның шығармаларын қазақ тіліне аударуға еліміздің белгілі ғалымдары атсалысып келеді. Ғұлама ғалымның орыс тіліне аударылған туындыларына қоса, араб тілінен тәржімеленген теология, ғылымдардың жіктелуі туралы сөз, музыка туралы үлкен кітап секілді трактаттары да Әбу Насыр әл-Фараби таңдамалы трактаттар атты жинаққа еніп отыр. Кітап көрменің 4-ші бөлімі Бағдаттағы және Дамаскідегі өмірі деп аталады. Шығыстың ұлылары топтамасымен Алматы Аруна баспасынан 2006 жылы жарық көрген авторы Мұхтар Құл-Мұхаммедтің Әл-Фараби тарих, тұлға, уақыт атты балалар мен ересектерге арналып, қазақ және орыс тілдерінде жазылған көркем суретті туындыны назарларыңызға ұсынамыз. Әлеуметтік желіде отырған қызығушылық танытатын оқырмандар үшін ұлы ғұламаның Бағдаттағы және Дамаскідегі өмірі жайлы кітаптан шағын мағлұмат бере өтсек. Әл-Фараби қол жетерлік білімді меңгеруге және қоршаған орта туралы танымын кеңейтуге барлық мүмкіндікті пайдаланды. Бірде тіпті діндарлығы мен дін саласындағы білімімен мұсылмандар арасында танымал болған христиан ойшыл Юханна бен Хайланнан логиканы үйрену үшін аз уақыт Хорран шаһарына барып тұрды. Бағдатқа қайтып оралған соң бүкіл уақытын Аристотельдің философиялық еңбектерін оқуға арнады. Алайда Әл-Фарабидің адамдарға бақыт елін тауып беруге бар күшін салуын діндарлар жақтырмады. Ал білімдері мен қабілеттерінің деңгейі одан әжептәуір төмен екенін сезгендер көре алмай аяқтан шалуға тырысты. Мұның бәрі Әл-Фарабидің жұмыс жасауына кедергі келтіреді. Ақырында шыдай алмай, ол бірнеше жыл тұрып, өз үйіндей көріп кеткен Бағдаттан кетуге мәжбүр болады. Көшіп қонуға ет үйренген емес пе? Бұл жолы да ол Дамаскіге бет алады. Әл-Фараби өмірінің соңғы жылдарын Алеппо және Дамаскіде өткізді.
Дамаск билеушісі Сайф ад-Даула бен Хамдани белгілі ойшыл философқа өз қамқорлығын қуана ұсынды. Бірақ Әл-Фараби салтанатты сарайда тұрғаннан гөрі өз оймен өзі болып, тыныш жерде өмір сүргенді қалады. Шығармаларын жазу үшін оған құстары сайраған, бұлақтары сылдырап аққан бақшаның іші жеткілікті еді. Замандастары құрметпен әлемнің екінші ұстазы атаған Әбу-Насыр Мұхаммед Әл-Фарабидің өмірі Дамаскіде үзілді. Кітап көрменің соңғы қорытынды 5-ші бөлімі ойшыл жайлы естелік деп аталады. Құрметті оқырман, биыл 2020 жылы республикалық бір ел бір кітап акциясының аясында Ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясы мен Әбу-Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына орай Әнуар Әлімжановтың Ұстаздың оралуы романы жыл бойына ел болып оқитын шығармалар болып таңдалған еді. Әнуар Әлімжанов Ұстаздың оралуы романында сонау 10-шы ғасырда өмір сүрген кемеңгер ғалым Әбу-Насыр Әл-Фарабидің ғибратты өмірін сөз етеді. Автор кітапта бақытқа жету жолын көрсету, азаматтық саясат, мемлекеттік қайраткердің афоризмдері, ізгі қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактаттар секілді үзінділер сұнған. Сонымен қатар, кітапта энциклопедист ғалымның рухани келбетін ашатын, оның жұмысының қыр-сырын, Әл-Фарабидің прогрессивті әлеуметтік философиялық ойдың дамуындағы маңызы және оның әлемдік мәдениет тарихындағы орны туралы мақалалары келтірілген. Әбу-Насыр Әл-Фарабидің классикалық ғылымының барлық саласын дерлік қамтитын мұрасын насихаттауға арналған кітап көрмеге шолу соңына жетті. Ойшыл ғалымның сарқылмас туындыларының мазмұны уақыт өткен сайында өміршеңдігі арта беретініне сеніміміз мол. Келесі кездескенше сау болыңыздар.